Қайырлы күн достар. Бүгін біз лагман пісіреміз. Лагман дегенде қолдан созбаймын, қолдан соза алмаймын. Спагеттимен істейміз. Мынау бізде мен ешқашан тамаққа сұйық май пайдаланбаймын. Мынау бізде малдың майы. Бұның ішінде жылқының майы бар, бұның ішінде қойдың майы бар, бұның ішінде сиырдың майын бәрін бірге шыжытып алдым. Осыған міне қыстай тамақ пісіріп шығам. Соғымның бүткіл майын шыжытып аламын да. Так, сақ туралған етімізді осыған саламыз. Әбден қуырамыз. Келесі салатын овощтарымызды, көкөністерімізді дайындай берейік. Мынау қайнай берсін. Жуаны салдым. Шамалы бұқтырып қойдым астын. Жуанмен қайнайды. Одан кейін чеснокты дайындап қойдым. Бұл енді бізде қазақ пайский вариант қой. Ал мен спагеттиге міндетті түрде кішкентай болса да капуста қосқан жақсы көремін. Несіне? Подливасын ше. Міне, морковь, картошкам немді дайындап қойдым. Чеснок жуаны салып қойдым. Шамалы қуырылсын. Содан кейін қалған көкөністерді салатын боламыз. Капуста менде міндетті түрде кішкентай болса да бетіне салып жіберемін. Сонда өзімізге солай ұнайды. Так, чеснокты салып жіберемін. Сосын морковты салып жіберемін. Морковь бізде көп пісетіндіктен бірге қайнай берсін. Сосын картошка саламын. Морковты бізде тірілей болғандықтан балалар көп ұнатып қырмайды, сосын азырақ саламын тек. Енді кезекте картошкамызды саламыз. Так, томат салдым. Енді кішкентай ғана соевый соус құйып жібереміз. Кішкене ғана қайнатамыз оны. Сосын су қоямын қазір. Так, суда қайнаған екен, оған спагетти саламыз. Мен спагеттидің купеческий деген түрін пайдаланам. Осылай ұзыннан аламыз да мұны. Суға салып жібереміз. Осы кастрөлге пісірген біздің семьяға жетеді. Өзім қазір суға батады өзі. Қайнап суға батады. Капустасын салып жіберейін. Капустасын салып жіберем. Кішкене араластырып, сосын су құйып, суда бүлкілдетіп қайнатамыз. Дұрыс салуым керек. Спагеттиге салдым. Подливасын салмаппын. Міне капустаның үстіне су құйдық. Енді қайнасын. Спагеттиіміз пісіп жатыр.